Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Көркем жазу сабағының бүгін 3-ші сабағы. Бүгінгі сабақта біз М, П және С әріптерін көркем жазып үйренетін боламыз. Ол үшін бірінші М әріпін жазып бастайық. Барлықтарыңызға сәттілік. Жазу жолақшамыздың ішінен бірінші тармағын жасаймыз. Жоғарыға көтереміз көлбеу түзудің бойымен, төмен қарай түсіп, екінші көлбеу түзумен көтеріп, қайтадан төмен түсіп, қолын созамыз. Келесі тағы да 2 ашық тастаймыз. 3-ші ашыққа тағы да көлбеу түзудің бойымен жоғары көтеріп, төмен қарай түсіп, екінші тармағын, 3-ші тармағын тағы көтеріп, төмен қарай түсеміз, қолын созамыз міндетті түрде. Тағы да енді 2 ашық тастаймыз. 3-ші ашықтан әріпін саламыз. Барлық жағдайда біз мына көлбеу түзудің көмегіне сүйенетін боламыз. Келесі П әріпін салатын боламыз. П әріпін салу үшін көлбеу түзудің бойымен жоғары жазу жолақшаның үстіңгі бөлігінен төменгі бөлікке дейін түзу түсіреміз. Екінші элементін жазамыз. Қолын созамыз міндетті түрде. Тағы да 2 ашық тастаймыз. 3-ші ашыққа түзуді жағалай отырып көлбеу түсіріп, екінші элементін жазамыз. Қолын созамыз міндетті түрде. Тағы да 2 ашық тастаймыз. 3-ші ашыққа түзу түсіріп, екінші элементін жазамыз. Демек жасай отырып, қолын созамыз. Бұл біздің П әріпіміз. Келесі С әріпі. Үстіңгі бөлігіне қарай, төменге қарай түсеміз. Қолын созамыз. Дәл солай 2 ашық тастай отырып, үстіңгі бөлігінен бастаймыз. Қолын созамыз. Тағы да 2 ашық тастап, үстіңгі бөлігінен төмен қарай түсіп, қолын созамыз. Бұл біздің С әріпіміз. Міндетті түрде әрбір әріптің жазылу ерекшелігіне мән береміз. Мына жазу әріптің төменгі бөлігінен емес, үстіңгі бөлігінен бастап алатын боламыз әріпке. Кез келген жағдайда. Сол кезде біздің жазуымызда көркем болады. Әрбір ережені сақтай отырып жазатын болсақ, барлық жағдайда жазу жолақшамыздың соңына дейін әріптерді толтырып жазып отырамыз. Таза, көркем.